Достар, ассалаумағалейкум. Эфирде Коммент шоу бағдарламасы және де бізде бүгін ерекше қонақ, бірақ та біз Еуропа чемпионатын аздап болса да талқылаймыз. Және де осы бағдарламаны сіздер көргенде Еуропа чемпионатының финалы өтті, бірақ та біз жеңімпазды әлі күнге дейін білмейміз, бірақ та сіздер біліп тұрсыздар. Есеға жалпы осы жарыс сізге ұнады ма? Маған негізі топтық турнир ұнап еді, бірақ плей-оффтан бастап кішкене футболға деген махаббатты сөндіретіндей ойындар болды. Әсіресе финалға шыққан Англияның мысалы осы ең жақсы ойыны менің ойымша осы жартылай финалдағы бірінші таймы болды ғой деймін. Әйтпесе жалпы финалға бір керемет лайықты команда деп ойламаймын. Бірақ амал жоқ, финалда Англия жақ боласың, өйткені бұған дейін Еуропа чемпионатын жеңіп көрмеген команда сол болса екен деп тілейсің. Басқа менде бір үлкен нәрсе. Ал енді Испанияның осы уақытқа жеткені, осы финалға жеткені мен жаңа есімдердің арқасы. Мысалы Рубен Ленорманды ешкім білген жоқ, Нико Уильямсты ешкім білген жоқ, Ямал талантты бала деді, бірақ осынша талантты екенін ешкім білген жоқ. Сондықтан лайықты командалар деп ойлаймын. Есеға көріп тұр, тек қана АПЛ мен КПЛ-ды қарайды да, сондықтан Ленормандарды дегенде. Негізі Ла Лигада ең мықты ойыншылардың бірі ғой. Рубен Ленорман болса да қазіргі таңда Реал Сосьедадта ойнап жүр. Болжам туралы айтайықшы, жігіттер. Өйткені біз Ерболмен бірге және Әлімжанды Испанияға қойдық. Есеға ғана қалды. Англия 2-1 айтты. Англия 2-1 көреміз енді. Бірақ бұл Евро басталмалы, біз айтып тұрдық қой, кім жеңімпаз болады деп. Сен Испания немесе Германия дедім. Мен Испания дедім. Италия. Мен Англияға қойдым дедім. Мен Италия дедім. Иә. Үздік сүрмелген. Демек Англияда шанс бар. Англияда бар. Жоқ, разочарование туралы айттым ғой мен. Бұл Англия немесе Бельгия. Мен де айттым Бельгия. Сосын выскочка дедім Австрия құрамасы. Ал Есеға Евроның жеңімпазы бұл Италия болады деп деген. Неде разочарование? Мен қараймын да. Не деген оптимизм, иә? Қазақша темная лошадка қалай болады? Андердог болсын. Біз жабуғасындағы жүрік деп жүрміз, енді ол слишком тым бейнелі, тым образды сөз болып кетеді осы. Кімге қойдыңыз сонда сіз? Темная лошадка ма? Мен Нидерланды болады деп күтіп едім. Ал сенше, Ербол? Дидар бізде арасында Алматыға Астанаға ұшып тұрады, эфирге барып тұр. Сіз керісінше өз жұмысыңызды аяқтадыңыз. Иә. 2 апта бойы, 2 апта ма? 2 апта. Жүргіздіңіз. Топтық турнир біткенше. Күн сайын матч, Копа Америкада бар, иә? 13 матч Евро, 5 матч Копа болды. Иә, менде 8 немесе 9 матч Евро, сосын мен кетіп қалдым. Евроға өзім жан көретіне көрейін деп, соны көрдім. Германия барып келдің ғой? Иә, кеше ғана келдім ғой. Қалай екен деп? Жақсы. Қайсы ұнады? Қай қалада болды? Соңғы матч ұнады. Англия Нидерланд құрама команда арасындағы матч. Сосын Испания Германия ұнады. Швейцария құрама командасы ұнады. Швейцария Англияны қарадым. Сосын тағы матч. 4 матч толықтай қарадым. 2 ширек финал, 2 жартылай финал. Бір қалада болды ма жоқ? Жоқ, Дюссельдорф, Штутгарт, Мюнхен, Франкфурт қалаларында. 5 қаласы. Алматы облысында жүргендей сияқты ғой. Дортмундта болды. Сол максимум Талдықорғанға дейін 300 километр ма? Неміз. 250 шақырым. 250. Максимум 400 километр ол Мюнхен қаласында. Сондықтан біздің шопырымыз Әлімжан Тасболат үлкен рахмет. Мен отырғызды. Әлімжан қалып қалды ғой сол жақта? Қалып қалды ғой финалға дейін. Мен айтам, жоқ, мен шаршадым, кеттім. Фрау деп жүрмесің ғой. Сосын кеше Ташкентте болдым, Ташкент арқылы. Келдім, Ташкентте қондым. Астанаға келдім. Біз әлі сонда Франкфурт, Ташкент, Астана. Астана, Алматыға келдім. Әлем азаматтарының қасында отырмыз ғой біз. Мен Астанаға жай сол барып келдім болды. Алматыдан Астанаға дейін. Өткенде достарымыз біреу Чехияға барамыз, біреу Түркияға барамыз, мен Астанаға барамын дейді. Жаңа ойыншылар үшін жаңа фрибет. Бірінші депозитке тең 100 000 теңгеге дейін. Тек Винлайнда нақты фрибет. Винлайн. Айырмашылықты байқа. Достар, коммент шоу басталмас бұрын Дидар Қадыров, Есей Жеңісұлы, Ербол Қайыров және де менде керемет бір жаңалығым бар. Керемет бір матчтарға бәс тіксеңіздер, Винлайн букмекерлік компанияның атынан сізге бір керемет бір акция. Олар сіздің депозитіңізді 100 000 теңгеге дейін үлкейтеді екен. Осылайша Винлайн букмекерлік кеңсесіне тіркеліп бәс тігіңіздер. Ал біз енді Айдын Қожахметті бүгін коммент шоуға шақырдық.
күтіп алайық, қарсы алайық. Айдын Қожахмет, бүгін коми-шоудың ерекше қонағы біздің әріптесіміз, бірақ та журналистикадан Жеңіс футбол клубына басшы ретінде ауысты, бірақ та аздап болса да сіз журналист ретінде өзін болашақта көресіз деген ойдамын, иә? Мүмкін, бәрі мүмкін, әрине. Иә. Журналистикамен мен толықтай қоштасып кеттім деп айта алмаймын. Өйткені ол енді өзімнің мамандығым ғой, ең бастысы. Сондықтан енді журналист деген ол диплом алып, журналист болып жұмыс істеп жүрген адам емес, журналист деген ол орысша айтқанда призвание дейді ғой. Мен ойымша солай. Елдің тануы, мойындауы, иә? Дұрыс. Сонда Қожахмет инсайт каналын жаппайсыз ғой ең біріншіден? Жоқ, жаппаймын, әрине. Әрине, қазір осы клубтың басшысы болғаннан кейін өзімнің талай регламентқа сәйкес талай нәрселер жазуға болмайды да маған. Әсіресе басқа командалар. Иә, әсіресе басқа командалар жайлы өзімнің ойымды жеткізсем десем де бір кішкене абайлап жазу керек та. Әрине. Сондықтан енді қазір әрине каналым бұрынғыдай енді қатты қызықты болып жүр деп айта алмаймын. Өзіме де ұнамай жүр. Бірақ бір амалын табармыз. Ал енді сол инсайттарды басқа бір адамға Иә. Мықты инсайттерді мен қазір Ербол Қайыровқа жіберіп жатырмын деймін. Ербол, мен сізде өзі мықты инсайттарды табатын адам. Оған менің көмегім керек емес шығар. Мен ойымша. Жоқ, солай ма ерге? Артығы болмайды. Артық болмайды, иә? Болды, онда сөйлесеміз. Әсіресе Жеңіс туралы инсайттар беріп тұрса, иә? Айдын мырза, арнайы Алматыға келдіңіз, бүгін ерекше матч, Қайрат Жеңіс. Қайрат сіздің туған командаңыз, менің қаламның командаңыз, сіздің командаңыз. Мен Қайраттың жанкүйері болмаған. Әкемнің командасы болған, әкемнің. Жеңіс сіздің қазіргі командаңыз. Істеп тұрған команда. Қандай көңіл күйесіз? Көңіл күйім өте түсінікті ғой. Қайратты ұтсақ екен деген ниетпен келіп отырмыз. Қобалжым сезім. Иә, әрине бар. Өйткені өзімнің қалама келіп тұрмын. Өз үйім деп айтуға болады Алматыны. Өз үйімде енді өзімді жақсы сезінгім келеді. Сондықтан айтып тұрмын, тағы да үш ұпай алып кетсек тамаша болар еді. Көңіл күйім өте жақсы болар еді. Әрине, ол осы Алматы қаласының тұрғындарын кішкене олардың көңіл күйін ойлап жатқан жоқпын мен бұл жерде. Бірақ футболда біреу жеңеді, біреу жеңіледі. Онсыз болмайды. Жалпы Айдын үшін емес, бұл негізі кім? Ғамжан Кенжебек те бар, Анарбеков та бар. Олар негізі Қайрат академиясының түлектері ғой. Олар бірақ ойнай алмайды ғой. Оларды алып келген де жоқпыз Алматыға. Олардан және Ян Труфанов деген жаңадан келген бізге шабуылшы бар. Ол жігіттер үшін әрине бұл ойын өте қызықты болар еді, бірақ ойнай алмайды. Негізі ойнауға болар еді оларға, бірақ біз ол үшін үлкен айыппұл төлейтін едік. Жоқ, қазір Ғалымжан Кенжебек ол таза өздеріңізбен келісімшартта ғой. Жоқ, жалға алған. Жалға алған ба? Сонда ештеңе істей алмайды. Иә, дұрыс. Бір жылға ма? Жоқ, жарты жылға осы 22 шілдеде келісімшарт аяқталады. Осындай сұрағым бар. Неліктен Қайраттың түлектерін жиі аласыздар? Өйткені сапалары жақсы, жас ойыншылар және қаржы жағынан бізге олар сәйкес келеді. Өйткені біз мынандай тәжірибелі, аты шыққан, ұлттық құрамада ойнайтын ойыншыларды шақыру біз үшін ол өте қиын. Біздің бюджетке байланысты, сондықтан бірақ қазақстандық ойыншыларды міндетті түрде регламент бойынша да, өзіміздің ниетіміз бойынша да составқа енгізгіміз келеді. Өкінішке орай біздің енді Жеңістің қайттан оралғанына тек 4-ші жыл болды. Өзіміздің мектебіміздің әлі жемісін көріп жатқан жоқсыздар әзірше. Ақырындап көріп жатырмыз деп айтуға болатын шығар. Өйткені осы жақында қосалқы құрамымыздан жастар командасынан 2 ойыншы қосылды бізге. Олар Астана қаласының түлектері, Дюшордың түлектері. Сондықтан ол да біз үшін бір қуанышты. Әрине. Ал сол 22 шілдеден ары қарай сол жігіттерді ары қарай жалға алу мерзімін ұзарту мүмкіндігі бар ма? Қалған жігіттер бізде жылдың соңына дейін. Тек Ғалымжанның келісім шарты 22 шілдеге дейін.
мен дұрыс ситуацияны мүмкін дұрыс білмейтін шығармын, бірақ мен білуімше оның Қайратпен де келісім шарты сол уақытта бітеді, иә. Сосын біз оны қайта онымен келісім шартты ұзартайық десек, бізге Қайратқа мына тренинг компенсейшн деген бар ғой, соны төлеу керек болады. Оның суммасы кішкентай емес, біріншіден. Екіншіден, біз енді әкімшіліктен қаржы алып отқан команда, біз ол қаржыны ойыншының сатып алуға жұмсай алмаймыз әрине. Қаншасын да? Нақты суммасын білмеймін. Сонда ол 50 мың болу шығар. Мүмкін, иә, ол өзінің алгоритмі бар ғой саналатын. Ол ана басшылардың бастан алып алған сумма емес. Академиясы неше жыл бойы? Иә, неше жыл болды, қандай неге бар, қандай жетістіктері бар, соның бәрін саналады. Ең кем компенсация деген, ең кем дегенде 250 мың теңге ғой деймін. Ол мысалы сенің командаңда бір жыл ғана болып, бір республикалық жарыстарға қатыспай, сондай болса, ол 250 мың төлейсің. Ал жетістіктері одан көп болса, әрине сумма ақшасы өсе береді. Ал енді осы Ғалымжан Кенжебекті кезінде Кирилл Кекер Қайратқа қажетсінбей тастады, осы Каргалидзе оны қайтадан бағын ашты деп. Шынында да ол бір мінезі қиын жігіт па өзі? Мен шынымды айтайын, осы қанша Ғалымжанмен бірге жұмыс істеп жатырмыз ғой, күнделікті ол баланы көріп жүрмін. Бізге де талай адамдар айтқан, біз оны алардың алдында, ой, проблемный игрок дейді ғой, проблемасы көп проблема көтереді, сендерге бастарың ауырады, алмай қойыңдар деген. Бірақ біз қанша жұмыс істедік, мынандай үлкен бір проблема болған емес бізде онымен, дисциплина жағынан да, қай жағынан болса да, өте ақылды, жақсы жігіт. Бір ғана осы сбор кезінде бір таңғы асқа келмей қалғаны болды да, ұйықтап қап келмей қалды да, кешігіп келді. Сол үшін бапкер онымен келесі ойынға құрамға қоймады да, сосын онымен әңгімелесті, түсіндірді. Ғалымжан, түсінем, ұйқың келді, анау, бірақ бүкіл команда келгенде сен жалғыз өзің өмірде жата алмайсың. Таңғы ас ішкің келмесе де сен келуің керексің деп. Одан кейін ондай проблема болған емес бізде. Біздің бір әріптесіміз маған жақында бір нәрсе айтты. Ғалымжан Кенжебек одан қарызға алды деген ақшаны. Қарызға алды ақшаны біздің әріптесімге. Жақында ма? Иә, жақында, өткен жыл ма? Иә, тура бір жыл ішінде. Білмеймін, өйткені бізде мысалы айлықпен проблема жоқ, бәрі уақытысында төленеді. Оның айлығы кішкентай деп айта алмаймын, үлкен деп айта алмаймын. Жас ойыншыға сәйкес, жас ойыншының потребності соған қарағанда, менің ойымша жап-жақсы ақша. Білмеймін, енді ол жағын мүмкін бір жанұясында бір жағдай болып қалған шығар, ол жағын білмеймін. Сонда сіз айдың спорттық сегментке негізі кірмейсіз, ол негізі жалпы жеңістегі сіздің функциялар. Ең басты функция мен кішкене басқа ғой, спонсорлармен жұмыс істеу, жаңа спонсор табу, жаңа медиа, маркетинг, ең басты рөлім сол. АУП деген бар, ішкі управление, әкімшілікпен қарым-қатынас. Бірақ мен спорттық блокқа кірмей жүргенім басында, өйткені мен енді келдім ғой командаға, ал ол сборның аяғы болған, уже команда қалыптасқан, бапкер бар. Сондықтан мен спорттық блокқа қатты араласып жүрмедім. Бірақ соңғы кездері әрине. Бірақ өкілеттілік бар ғой, араласуға мүмкіндік бар ғой. Әрине мүмкіндік бар, ақырындап араласып жатырмыз. Мысалы, соңғы келген ойыншыларымыздың бәрі менен өтті. Жаңағы переговорный процестің бәрін мен жүргіздім. Ян Труфанов, Берік Айтбаев, мысалы қазақстандық ойыншылар, олардың өздерімен тікелей мен сөйлестім. Сосын осындай сұрағым бар. Журналист болғанда көптеген ірі агенттермен байланыста болды. Әртүрлі инсайттар беріп тұрады, сұхбат беріп. Олар қазір звондаймын, хабарласамын, Айдын мырза осылай. Қазір керек болса телефонды ашып көрсетемін, мессенджерімде менде күніне кемінде бір агент жазып тұрады. Мынандай ойыншы бар деп ұсыныстар жасайды, міне мынандай деп. Енді бір 90%-ына мен даже жауап бермеймін. Бірақ та танысыңдар ғой. Иә, әрине танитындарым бар. Ренжілі болады сосын. Ренжит олар. Жоқ, мен түсіндіріп айтамын, мысалы. Менде мен соңғы шешім менде емес деймін да. Мен әрине сен маған ұсынған ойыншыны
спорттық директор бар және бас бапкер бар. Оларға көрсете аламын. Оларға айта аламын, міне мынандай ойыншыны мынандай ұсыныс келіп тұр, мынаны қарап жіберіңдер. Олар аналитикқа жібереді, сөйтеді, бүйтеді. Бірақ шешімді олар қабылдайды, мен емес. Қай ойыншы бізге керек, қай ойыншы керек емес, олар бапкер қабылдайды ең бірінші. Және спорттық директор бар. Сондықтан проблем жоқ. Мен бір агенттерге түсіндіріп айтамын, мысалы, қазір бір агент звондады, осы жерге келе жатқан кезінде қандай ойыншы керек деп мен түсіндіріп айттым. Бізде болды, біз осы жазғы трансферлік терезеде біз өзіміздің жұмысымызды аяқтадық деп айтуға болады. Тағы бір ойыншымен сөйлесіп жатырмыз, сол ойыншыны күтіп отырмыз. Келетін болса бізге жақсы, келмейтін болса проблема жоқ. Жаңа қосалқы құрамдағы ойыншыларымыз бар. Иә. Ал қазіргі таңда қазақстандық ойыншыларда бәрінде бір агенттер бар ма? Өйткені бір жоқ, бәрінде емес. Бірақ Труфанов болсын қазіргі таңда. Труфанов тікелей өзімен сөйлестік. Ешқандай агент болған емес ол жерде. Агентский выход деген. Мүлдем жоқ па? Мысалы Кенжебектің агенті клуб бар. тиым салады оларға жұмыс жасауға. Кенжебектің агенті бар ғой. Жоқ, Кенжебектің, басқа ойыншылардың вообще агенттері жоқ қой. Мен басқа ойыншылармен сөйлесіп көрмедім. Ертең клуб тиым салады. Иә, естігенім бар. Клубта олардың политикасы сондай екенін естігенім бар. Олардың енді құқы бар ғой олардың үйтуге. Сондықтан олар өйткені осыдан бірнеше жыл бұрын талай оқиғалар болды. Оны Рамазан Оразов бар, Акмай Бақтияров бар, агенттер алып кеткен ол ойыншыларды. Клуб ешқандай пайда көрмеген одан. Иә. Сондықтан әрине оның да логикасы бар ғой. Ал енді мына былтырғы жеңісті осы КПЛ-ға алып шыққан ойыншылардан бір 5-6 қалып еді командада. Қазір мысалы Хайруллин кетті, Әнуарбеков жалға беріліп жатыр, Саят Жұмағали кетіп жатыр мысалы. Сонда біздің бірінші лигадан шығатын ойыншылар сонда премьер-лигаға дайын емес пе сонда? Дайын емес деп, енді бәрі дайын емес деп айта алмаймын. Мысалы бізде екінші лигадан келген ойыншыларымыз бар қазір құрамымызда. Мысалы команда капитанымыз қазір Абай Жүнісов. Екінші лигадан бізбен бірге келген ойыншы. Ойнап жүр. Кейінгі кездер жақсы келіп тұр. Саян Мұқанов оң қапталдағы қорғаушымыз. Ол да екінші лигадан бізбен бірге көтерілген жігіт. Осы соңғы лига кубогында Қызылордада Қайсарға қарсы 90 минут ойнап шықты. Жақсы ойын өрнегін көрсетті, менің ойымша өте жақсы ойнады. Жоқ, деңгейлері жетеді, ол бапкерге байланысты көптеген нәрсе факторларға байланысты ғой, бірақ ең бастысы доверие керек. Сенім керек. Сен мысалы Әлішер Сүлеймен деген қақпашымыз бар, жас қақпашы, иә. Бірінші лигада, екінші лигада ойнады, ең мықты қақпашы болды екінші лигада. Біздің жеңістен Қазақстан жасөспірімдер құрамына шақырылды, ол біз үшін үлкен мәртебе. Рауль Аллахвердиев бірінші лигадан келген, және көп ойыншыларымыз бар, бірақ олардың көбісі жас ойыншылар. Оларға әрине уақыт керек. Уақыт керек, менің ойымша, Әлішер Сүлеймен мүмкін осы 1-2 жылда біздің бірінші номеріміз болатын шығар. Менің ойым солай, өйткені оның күнделікті жұмыс істеп жүрген көріп жүрміз. 2020-да, 21-де Лури екеуіміз осы бастаманы бастағанда, жеңісті қайтадан алып шығаруда. Басқа саясат болды. Целиноград, Ақмола, Астана клубының түлектері ойнады. Көше болды. Ринат Қайруллин, Күлбеков, Саян Мұқанов. Сосын кішкене біртем саясат ауысты ғой. Кейбір ойыншылар кетіп қалды. Мысалы, кейбір ойыншылар Күлбеков сияқты мансабын аяқтады. Олар клубқа ренжулі ма мысалы? Әлде сөйлестіңіз ба? Ертең премьер-лига шығамыз, осындай. Жақсы сұрақ. Қазір түсіндіріп айтайын. Мысалы, екінші лигада жеңіс сапында тек Астананың тумалары немесе Астананың тұрғындары ғана ойнады. Мысалы, ол бізге жеңіске келгенде ол жігіттердің біреуінде де профессионалдық статуста болған емес. Талай жігіттеріміз, мысалы, мына Хайруллинді айтайық, Хайруллин Яндексте таксида жұмыс істеп жүрген адам болатын. Мансабымды аяқтадым деп тұрған. Латвияға барып көрген кез ол. Жоқ, Латвияда мысалы, Елемесов деген шабуылшымыз болды, үздік бомбардиріміз болды. Ол Барыс аренада бассейнде инструктор болып жүрген, спасатель болып жүрген.
кейбіреулер балаларды жаттықтырып жүрді. Сергей Наточи жаңағы, Эдуард Сергеенко қайтып келді мысалы. Эдуард Сергеенко ол жазда келді, бізге бір командаға бір тәжірибелі ойыншы керек болды да. Ал Сергеенко ол Астананың тумасы болмағанымен, ол Астанада тұрып жүргеніне уже көп жыл болды да. Астананың тұрғыны ол. И оны Астанада бәрі өзі біздің местный деп қабылдайды. Шынымен де политика сондай болды. Бірінші сезонда әсіресе, екінші сезонда сол команданың бір 80%-ын сақтап қалдық. Бірінші лигада алғашқы сезонда. Басқа қалалардан 1-2-3 ойыншы ма сондай ғана болды. Өйткені бірінші лига мен екінші лиганың деңгейі өте үлкен ғой, айырмашылығы, өте үлкен айырмашылық. Ал бірінші лига мен премьер лиганың айырмашылығы одан кіші емес. Әрине бізде бір ой болды, мына шынымен де Атлетик Бильбао сияқты тек осы Астананың тумалары, Астананың тұрғындары солардан қалыптасқан команда болса екен деп. Әрине ондай ниетіміз әлгі күнге дейін бар. Әрине біз одан ешқандай бас бұрып тұрған жоқпыз. Қазір мысалы біздің сапымызда қанша Сүлеймен, Жоносов, Мұқанов, Прокопенко, Сағисабет, бір әжептеуір жігіттер бар, иә? Астананың өзінің балалары. Астананың балалары. Мысалы Астананың құрамында онша бұндай Прокопенко қосылды. Иә, Прокопенко. Астананың жігіттері, мен ойымша ең бастысы біздің клубтың миссиясы, ол Астанада Астананың футбол орталығы бар, қазір Жеңістің футбол орталығы бар, Дюшор бар, және көптеген жекеменшікті частный клубтар бар, детский. Солардан балалар шығады ғой, бір 17-18 жастарында. Олар арғарай бір жерге бару керек қой, командаларға бару керек. Қазір және Дидар Сыдықбектің командасы бар, оның да мектебі бар. Олардың бәріне команда болу керек қой бір. Әрине. Астананы өздеріңіз білесіздер, Астана ол задачалары өте үлкен. Еврокубок. И олар енді элитный клуб деп айтуға болады, ол жерге ойыншылар бүкіл Қазақстаннан ең мықтыларын алады да олар. И мына жас балаларға ол жерге составқа құрамға енуге өте қиын. Сол үшін оларға тағы басқа командалар болу керек та. Мысалы қазір шүкір міне Жеңіс бар премьер лигада, бірінші лигада. Сыдықбектің командасы бар, иә. Соның арқасында мына Астананың ойыншылары кішкене жігерленіп қалды да. Міне енді баратын болашағымыз бар деп. Біз соны біздің ойымызша осы бірнеше жылдан кейін, 2-3 жылдан кейін мүмкін біздің құрамымызда мысалы легионерлер болады, және тек Астананың тумалары ғана болады. Тек қана астаналықтармен ойнау әрине ол утопия. Бізде мүмкін бір 20-30 жылдан кейін Барселона сияқты мықты академиямыз болса, әрине оны істеуге болатын еді. Мысалы, мына Ресейде талай адамдар мысал қылып келтіреді ғой, Галицкийдің кезіндегі арман. Хочу, чтобы у меня 11 воспитанников играли деп. Ол қаншама қаржы құйып жатыр академиясына, қаншама мықты мамандар әкеліп жатыр. Бірақ соның өзінде ол да оны істей алмайды да. Өйткені ол мүмкін емес нәрсе негізі. Ол бүкіл қанша мен футболда жүрмін, бірақ рет қана көргем да, Барселона бір ойынға шыққанда 11 Ламасияның түлектері ойнаған, бірақ ол 11-дің 2-3-еуі испандық емес. Месси мысалы, Аргентинаның, Тиаго Алькантара, бразилиялық, сондай. Әрине ниетіміз бар. Біздің ең басты миссиямыз сол. Бірақ сонда Барселона Испанияда ойнап жатыр. Бұл басқа деңгейде болады ғой. Қазақстанда негізі осы Қазақстан ойыншыларымен мүмкін премьер лигада емес, бірақ бірінші лигада ойнауға да болады. Айтып жатқан сөзіңіз, Айдын мырза, екінші лигадан бірінші лигаға сізбен бірге бір 8-10 ойыншы барды. Дұрыс па? Қазіргі таңда Жеңісте 80% ойыншылардың 80% ол легионерлер. 80 емес. 24 ойыншы болса, 80 мүмкін емес қой. Мүмкін 80, мүмкін емес. Бізде заявкада 25 ойыншы. 25 ойыншы. Бесеу жаңағын айттық. Бұл Прокопенко, Совет, 13-ке 12. 13-ке 12. 13 легионер ма, мысалы 12 қазақстандық. Егер стартовый составта айтсаң, онда
конкуренция. Жеңіп алсаң ойнайсың. Соңғы мысалы Қайсармен ойында 8 қазақстандық шықты ғой. Алғашқы құрамда, бастап құрамда 5 қазақстандық және заменаға тағы 3 ойыншы шықты. Біз тек легионерға ставка қоямыз, тек легионермен ойнаймыз деген ой жоқ. Әрине, егер мысалы бізде мына лигада регламентті өзгеріп жібермегенде мына лимитті алып тастады ғой легионерлерге. Егер бұрынғы лимитпен болсам, сондай болса, әрине бізде қазақстандықтар көбірек болатын еді. Біз мысалы легионерлерді бір аз алып, бір 6-7 легионер алып, қалғандарын қазақстандықтармен жетісу сияқты, мысалы. Бірақ оған сенің қаражатың болу керек. Шақырғанда сапалы легионер шақыру керек қой. Сапалы легионер деген ол үлкен ақша. Сосын ол проблема емес жарайды. Ең басты проблема сапалы қазақстандық шақыру. Ең үлкен проблема сол. Бір мысал келтіріп берейін. Енді қазір айтуға болатын шығар, өйткені Аслан Дарабаев уже Елімайға ауысты, ойнап жатыр. Асланды шақыратын ниетіміз болды, шақырдық, звондадық, сөйлестік. Айтамыз, Аслан, міне сен Астанада тұрасың, сенің тұрып жатқан қалаңда команда, ойындарымыз Қарағандыда өтеді, сенің туған қалаң, сен үшін тамаша вариант қой. Міне біздің бапкеріміз сен ойнайтын, жақсы, сен өзіңді көрсете алатын тактиканы қолданады. Бәрі сенің қасыңда командан құрамыз деді. Бізге келесің ба деп. Қарсы емеспін, бірақ жалақым мынандай болу керек дейді. Өзінің шартын қойып жатыр ғой. Иә, шарты. Ал оның қойған жаңағы суммасы бірнеше есе көп. Біз бере алатын ақшадан 3 есе үлкен. Ол Леван Каргалидзе кезінде ме? Иә, Леван Каргалидзе кезінде. Әрине, Аслан ол мықты ойыншы, ұлттық құраманың ойыншысы, әңгіме жоқ. Ол арзан тұратын ойыншы болмау керек. Әрине, ол жақсы ақша алу керек, бірақ біздің мүмкіндігіміз жоқ та, оған Шектеулі. Иә, сосын келесі әңгімеде спорт директорға айтады да, жарайды, пәленше емес, одан сәл азырақ кішкене түсті да, мынанша беріңдер дейді да. Оның өзі үлкен сөздер. Мен айтамын да, біз ондай ақшаны төлейтін мүмкіндігіміз болса, онда біз Асланға звондамайтын едік. Басқа ойыншыларға Сонда звондайтын. орташа жалақы қанша? 1-2 миллион ба? 1,5 миллион. 2 миллионнан аспайды. Миллионға дейін алатын ойыншылар бар ма? Бар, әрине. Жастар негізі. Жастар да бар, иә. Мысалы, жалға беріп қойдық қой, Нұрбол Ануарбековті. Ұлытауға кетті, Иә, Ұлытауға кетті. Оның жалақысы қанша бір? Миллионнан кәдімгідей төмен. Рауль жас ойыншы болсын, әрине оныкіде төмен. Көптеген жігіттердің жалақысы үлкен емес. Ал енді премьер лиганы Каргалидземен бастадыңыздар, Бидзинашвили келді, Якобсон келді. Премьер лига сіздер ойлағаннан да күрделі болып шықты ма? Ең басты түсіндіріп айтайын. Мүмкін Каргалидзе біздің де үлкен қателігіміз. Недооценка дейді ғой, чемпионатта. Недооценка болды біз жағынан. Біз ойладық, жақсы ойын өрнегін көрсететін мықты команда жинайтын болсақ, открытый футбол дейді ғой, тики-така деп сондай контроль мяча, сондай футбол ойнайтын болсақ, біз жанкүйерлерге де ұнайтын болады ол, және нәтижеге де жете аламыз деп. Бірақ чемпионат өте ерте басталды ғой бізде. Наурыздың басында басталды. Наурыздың басында біздің алаңдар өкінішке орай ешқандай ондай футболға сәйкес емес. Ол көрсете алмайсың ешқандай футболды. Бізде Қазақстанда футболдың спецификасы бар өзінің, кішкене басқаша болу керек. Жүрмей қалды. Негізі ол өте білікті, мықты маман, Каргалидзе деген. Бірақ болмай қалды да, ол жүрмей қалды. Жаңағы қоям деген футбол жүрмей қалды. Негізі әр ойында біз жақсы ойын көрсетіп жаттық. Бірақ нәтиже болмады. Сосын соңғы Қайсарда, Қызылордада ұтылдық. Содан кейін біз де түсініп отырмыз, бірдемен ауыстыру керек. Жаңа бапкер де өзі келді да, жігіттер бірдемен ауыстырайық, давайте мен спокойно қайта берейін деді. Өзі айтты, иә? Бірақ бізде уже ол шешімге келіп тұрдық негізі. Ол да мүмкін түсінген шығар оны. Сондықтан қол ұстастық,
қоштастық. Ал жинаған командамыз соның Коргалидзин футболына сәйкес ойыншылар ғой. Басқа бапкерді шақырдық, оның көзқарасы кішкене басқа футболға. Олай түсіндіріп айтты, мына ойыншылар, бұлар жақсы ойыншылар. Мен олар кемсітіп тұрған жоқпын, жаман деп айтып тұрған жоқпын, бірақ менің стиліме келмейді бұл ойыншылар. Шүкір біз ойыншылармен бәрімен келісімшарт қол қойған кезде бәріне ешқандай мынандай неустойка үлкен жоқ та бізде. Бір айлық ақысын алады да қайтады. Сондықтан біз қаржы жағынан проблема болған жоқ бізде. Айдын мырза, сізді негізі әріптестеріміз қазақ журналистикасының олигархы дейді көбінесе. Букмекерлермен жұмыс жасайсыз, телеграм каналыңыз бар, бірақ та енді осы жұмысты тастап кетіп, басқа жұмысқа ауыстыңыз. Ақша жағынан ол ұсыныс тиімді болды ма, әлде керісінше? Сол қалпы. Ұтылдыңыз ба? Сол қалпы. Ештеңе өзгермеді? Өзгермеді. Айына 8 миллион. Айына 17 миллион. Жарайды. Жеңістің... Мен как раз бапкер туралы сұрайыншы. Каргалидзе ол эксперимент болған, түсінікті. Шабуылдайтын, футболды қоятын, бірнеше рет айттық сол туралы. Бірақ нәтиже әкелмейді. Неге одан кейін Вавалис? Бұл да шетелден келген, Балкандан келген бапкер. Жеңіске келіп жатыр. Екіншіден, бапкерлік штабына қарасақ, қазіргі да оның ассистенттері де жоқ қой. Каргалидзен ассистенті қалды, одан кейін Максим Азовский. Біздің тағы жаңағы айтайын деп ұмытып кеттім. Былай қарасаң, мысалы жеңісті, басшылығын қарайық. Бұрын премьер-лигада жұмыс істеген адам бар ма басшылықта? Жоқ. Мен де істемедім, біздің спорттық директор, техникалық директор, ешкім премьер-лига деңгейінде жұмыс істемеген. Бапкерлер, ойыншылар кім болсын? Конышкин ғана премьер-лига. Конышкин жеңісте жоқ қой. Кетіп қалды. Тек администраторымыз ғана. Александр Житков деген. Сол ғана істеген. Капитан Америка. Құрамада болды, Астанада болды. Ұлттық құрамада болған. Тек соның ғана тәжірибесі барды премьер-лигада істеген. Қалғандарымыздың бәріміз үшін премьер-лига деген жаңа чемпионат. Өзіміз дұрыс дайындалмадық, менің ойымша. Жаңа айттым ғой, Қазақстан чемпионат премьер-лиганың біз недооценкалап жақтан. И келесі түсінгеніміз, біздің де футбол ерекшелігі тики-такада емес, контрольда емес, бойцовский качество дейді, ең бірінші сол болу керек деп. И соған сәйкес бапкер іздедік. Әрине, бірінші очередь қазақстандық бапкерлерді қарастырдық. Ең бізге тиімді, қаржы жағынан емес, былай ментальность жағынан, бар жағынан ең тиімді вариант болған ол Али Алиев болатын. Бірақ Али Алиев Қызылжардан оны жіберіп тұрған ешкім жоқ, біріншіден. Екіншіден, қаржы жағынан біз үшін ол өте үлкен бапкер. Қызылжарды көп төлемейді ғой енді? Қызылжарды көп төлемейді ғой? Менің білуімше Қызылжарда Алихан Алиұлының айлығы өте жақсы. Енді ол, былай айтайық, 10 жыл бойы Қызылжарды көтерген адам, ол заслужил. Еңбексіңірді деген 17 миллионнан көп па? Қазақстанда 17 миллион алатын бапкер жоқ сияқты, менің ойымша. Жоқ, негіз болған, білеміз ғой. Болған ғой, кезінде болған. Жеңіс бұл Қазақстанның футболының романтиктері. Өте болады, болатын шығар. Бір сайтта оқыдым, жеңістің бюджеті нақты 982 миллион. Нақтысын айта алмаймын, өйткені ол өзгеріп тұрады. Өйткені демеушілеріне қаржы құйғаны бар. Былай айтайын, егер басқа клубтармен салыстыратын болсақ, бізден төмен бюджет ешкімде жоқ. Егер әкімшіліктен түсіп тұрған ақшаны алатын болсақ. Әрине бізде демеушілеріміз бар. Солардың арқасында біз Жетісу, Тұран, Шахтер сияқты командалармен бірден келеміз. Қаржы жағынан. Егер демеушінің ақшасын алып тастайтын болсақ, біз төмен түсіп кетеміз. Ал енді осы... Ал бюджеттің кешіңіз. Әкімет беріп тұра ма? Әкімшілік конкурс
конкурс жариялайды, біз сол конкурсты ұтып алдық. Соның арқасында бізге мынаған жаратасыңдар, мынаған жаратасыңдар, мынаған жаратасыңдар деген ақша бөлінеді. Біз оны басқа нәрсеге жарата алмаймыз. Бірақ мен көріп жүрмін, негізі әртүрлі қалада, Астанада негізі сіз әртүрлі турнирлерді балалар арналған бір өткізіп жүресіз. Ол сол конкурсқа байланысты ма? Оған да байланысты ол. Демеушінің де проектке қосылғаны. Мысалы, жаңағы дворовый клубы деген аула клубтары деп айтып жүрміз ғой. Сол проектті жасап жатқанымызға 2 жыл болды. Қазіргі таңда осы Астанада 18 сондай клубты аштық. Оның ең бастысы миссиясы, ол футбол мектебі емес қой. Ол құр дворовый клуб, ол сен мысалы Астанада өздеріңіз білесіздер, бәрі жилой комплекстер ғой. Әр жилой комплексте бір өзінің кішкентай алаңы болады. Сол алаңға біз бапкер береміз. Аптасына 2 рет келіп тұрады бапкер. Түгелмен инвентарь, доп, фишка, манишка бәрін беріп тұрамыз. Жаңа командаларға форма береміз. Оның бәрі тегін. Клуб өзі төлей ме ақшасын? Клуб өзі төлей ме ақшасын? Иә, біз төлейміз. Не үшін сонда? Жоқ, түсіндім, просто сол ақшаны акиматтан алуға болады ғой. Акимат беріп жатыр ғой, қаражатты. Акимат негізі футбол орталығына бөледі ол ақшаны. Сосын демеушілер бізге ақша береді. И біз содан жинаймыз да сол ақшаны. Сол проектті бастаймыз. Так, футбол орталығына бөлінген акиматтан ақша бар, жастарға. Ол проект не үшін істеп жүргенімізді түсіндіріп айтайын. Былай қарасаң, қазір Астанада жеңістің жоқ болғаны көп болды ғой, талай жыл өтті, адамдардың поколениясы өзгерді, үлкен қала өсті. Мысалы, қазір былай қарайтын болсаң, маркетинговый социальный срез жасадық. 20-35-тің арасындағы адамдар, 20-30 жастағы адамдар көбінесе Астанаға жанкүйер болады. Өйткені олар Астана Еврокубокта ойнаған кезде, үлкен жеңістер болған кезде, бұл жаңағы футбол сүйер қауым, ол кезде жас жігіттер болатын, мектепте оқып жүрді, институтта оқып жүрді. Мысалы 15-20 аралығындағы жігіттер көбісі мына SD Family-ға жанкүйер болады, Астана SD Family. Ал біздің жанкүйерлеріміз, олар бұрын жеңісті қолдап жүрген адамдар, олар көбінесе мен қатарлы адамдар ғой. Балалы шағасы бар, кейбіреулер немерелер бар. Сондықтан бізге жаңа жанкүйерлер керек, Ол жаңа жанкүйерді біз қайдан аламыз? Осындай насихаттау жүргізу керек, кішкентай балалардың, бүлдіршіндер. Міне, солар біздің болашақ жанкүйерлеріміз. Біз сол үшін ол жұмысты атқарып отырмыз. Бәрекелді. Бәрінің логикасы бар. Бар. Сосын акиматтан ақша аласыздар ғой. Астананың басқа клубтары өз ренішін осы орайда білдірді ғой. Неліктен біз ақша алмаймыз? Сосын сіз жауап бердіңіз. Неге басқа клубтар ақша алмайды? SD Family туралы айтып отыр ғой. Ербол сол аттарын айтпайды. Дидар Сыдықбек сізге айтты сол туралы. Жеңіске ақшаны береді, бізге ақшаны бермейді. Мен Дидар Сыдықбекке ақша бермеңдер деп айттым ба акиматқа? Менің ондай билігім жоқ қой. Мен оған қалай жауап бере аламын? Сіз конкурс негізде қатысып отырса болды алдыңыздар, Бірақ негізі қазір жауап болды, бірақ та оны өшіріп тастады. Мен өзім көрген жоқпын, бірақ та көбісі айтады, Айдын Қожахмет мырза жауап берді дейді. Жоқ, Дидар екеуміз де одан кейін сөйлескенбіз. Ол да айтады да, түсіндіріп айтты, мен өзім ойымды дұрыс жеткізе алмадым дейді да сол уақытта. Мен де оны дұрыс түсінбеген шығармын. Болды, ешқандай әңгіме жоқ па? Жоқ, болды. Арамыз бәрі жақсы. Бірақ мен түсіндіріп айтайын, жаңа мен өзімде өте жақсы білем деп айта алмаймын системаны, конкурсының системаны. Оның тех нелер бар ғой, тех спецификация дейді, соған сәйкес болу керексің. Сәйкес болсаң, қаржы бөлінеді. Сәйкес болмасаң, бөлінбейді. Оның бәрі ашық. Сіз айттыңыз эфир барысында, демеушілермен жұмыс істеймін, оларды клубқа тартып, мүмкіндік беріп, кішкене условияларды сақтап. Ал қазіргі таңда демеушілер туралы айтсаңыз, жеңіспен кім жұмыс істейді? Ең басты бір демеушіміз бар. Ол Freedom Bank компаниясы. Үлкен алғысымызды айтамыз ол компанияға. Шынымен де оны демеуші деп айту
бірталай кішкене мына партнер деген сөз ғой. Әріптесіміз біздің сөйтіп айтуға болады. Өте мен ойымша ниеттері өте ашық, өте түзу компания. Бізге жақсы қолдау көрсетіп жатыр. Одан басқа компаниялармен сөйлесіп жатырмыз. Және сол Freedom Banktың мысалы шарты болды бізге келген кезінде, егер біз сендерге демеуші болып келетін болсақ, онда сендер букмекерлік кеңселермен жұмыс істемеу керексіңдер. Болды. Бізге де ұнады ол ұсыныс. Сондықтан бізде ешқандай букмекер жоқ қазір. Келіп қалды бұрында букмекерлік. Өткен жыл болған. Басқа букмекерлермен ешқашан жұмыс істемейміз деп айта алмаймын. Кім біледі ертең не болатынын. Бірақ менің ойымша, егер бізге беттингтің компаниясы демеуші болып келетін болса, олардың ұсыныстары сәйкес болу керек. Менің ойымша бізде Қазақстанда көптеген клубтардың жаңа нелері спонсорлық контракттары өте төмен, қаржы жағынан өте төмен. Менің ойымша, егер беттинг демеуші болып келіп тұрса, ақшаны көбірек беру керек. Менің есімше Жеңіс осы қыста букмекерлердің жартысымен келіссөз жүргізді. Және де мен өзім сөйлескем талай букмекерлермен, өзім сөйлесіп жүргем. Аттарын айтпай қояйын. Пәленше 3-4 компаниямен өзімде переговорный процесс жүргізгем. Бір компаниямен келісімге келуге жақын болдық. Міне келіп қалдық деп тұрған кезде жаңағы Freedom Bank келіпті, бізге осындай шарт қойды. Сондықтан біз барлық переговордан шығып кеттік. Сіз ана келді ма жеңіске Freedom Bank? Жоқ деп ниеттенеміз енді. Енді жылдың соңына дейін ғой. Бірақ егер біз өз жағымыздан өзіміздің миссиямызды дұрыс орындап жатсақ, келесі жылда жұмыс істейміз деген ойымыз бар. Сол ең басты мәселе ғой Қазақстанда. Демеушілермен жұмыс істеу. Жақсы, букмекер демеушімен жұмыс істеу Қазақстанда өте қиын, шынымды айтайын. Өте қиын, өйткені оның талай нюанстар бар. Мысалы, бір үлкен компанияны айтайық, реклама деп санап қалмаңыз, бір мысалы бренд алайық. Toyota дейікші мысалы үшін, де. Toyotaға мысалы мен келіп, бізге демеуші болыңызшы, біз сізді реклама жасаймыз, бүйтеміз, сөйтеміз. Талай моменттер айтамыз, бірақ олар айтады, түсінесіңдер ма дейді, мен сендерге демеуші болу үшін, официальный демеуші болу үшін, мен тағы ол үшін налог төлеймін дейді. Мен үшін ол ешқандай тиімі жоқ, тиімсіз дейді мен үшін. Қанша пайыз, 10% ба сонда? Есімде жоқ, бірақ үлкен. Және шет елде мысалы басқаша, егер үлкен компания бір футбол клубы болсын, баскетбол клубы болсын, біреуіне демеуші болып келсе, олар наоборот жаңа салық босатылмайды, бірақ төмендетіледі. Процентный ставкасы төмендетеді. Ал бізде ондай, мысалы бізде сыраны реклама жасауға болмайды. Европада көптеген сыра компаниялары, стадионда сатуға болмайды. Сондай ограничение көп та бізде. Сосын мысалы қазір осы көктемде бір компаниямен келісім шартқа келіп қалған кезіміз еді. Бартер ретінде олар ақша бермейді. Мен сразу айтым, ақша керек емес бізге. Бізге мынандай техника беріңіз, ол техниканы сататын магазин ғой, былайша айтқанда. Біз розыгрыштар жасаймыз, өзімізге офисқа да керек талай нәрсе, компьютерлар керек, ноутбуктар, анау мынау. Бізге пәленше сомаға сондай техника беріңіз, ал біз сізді реклама не жасаймыз, жаңағы Спорт Плюс каналында біздің уақытымыз бар, рекламаны біздің ойынды көрсеткен кезде біздің демеушілеріміздің рекламасы жүреді. Сондай талай нәрселер ұсынып, жақындап қалған кезде жаңағы мына көктемде көптеген облыстарда су тасқыны болып проблема болды ғой. И жаңа көптеген компаниялар жаңа маркетинг бюджеттерін соған жіберді да. И қазір мысалы сөйлесу қиын кішкене. Сіз негізі спорт бөлімі бар дейсіз, араласпайсыз, біресе араласасыз. Осы орайда Давид Лорияның рөлі бар ма? Қандай рөлі бар? Давид Лория, былай айтайық, клубта ешқандай
должности жоқ. Иә, ол түсінікті. Иә. Енді бәрі түсінеді ғой, ол менің ең бас советнигім деп айтсақ болады ғой. Егер кеңес сұрайтын болсам, біреуден кімнен сұраймын? Оның тәжірибесі менен үлкен, білімі менен мықты. Әрине, советник деп айтуға болады. Трансфер жағынан бірдеңе шешіп отыр. Трансфер жағынан бапкер және спорттық директор. Бірнеше аналитиктер бар, скауттар бар бізбен жұмыс істейтін, нейтральный. Олар өздерінің пікірін айтады. Мысалы бізге жаңа келісім шартта келіп қой, Лукаш Будинский, Чехия ойыншысы, соның кандидатурасын ұсынған агенттер, оны талқыладық, талдадық, отырдық, жаңағы аналитиктерге жібердік, олар өздерінің резюмелерін жіберді. Мына жағынан мықты, бұлай. Сөйтіп бір неге келеміз да, шешімге келеміз. Ол процесте талай адам, мысалы, бір ойыншы, Кадете кезінде Астанада ойнаған испаниялық қорғаушы. Сонымен де оны да бізге ұсыныс жасатты. Міне Кадете бар, сендерге керек па деп. Мен кімнен сұраймын оны бірінші очередь? Әрине Давидтен сұраймын, өйткені ол Давидте болған Астанада, ол оны біледі. Сол жағынан ғана трансферға араласып жүр деп айта алмаймын. Мақұл, түсінікті, бірақ та Кургалидземен келісімшарт аяқталды, болды. Иә. Кетіп қалды. Бавалидзені кім ұсынды, мысалы? Лория ма? Вавалисті кім окончательно, мысалы? Оның несін келісімшарты? Бір европалық агент. Европалық. Жоқ, кім нақты шешім қабылдады? Шешім қабылдаған. Лория ма, сіз ба, енді басқа адамдар бар ма? Мысалы, біз спорт директор екеуміз бірнеше кандидатурадан Вавалис таңдап отырмыз. Біздің учредительдеріміз бар. Құрылтайшылар. Иә, оларға көрсетеміз. Олар айтады, жақсы кандидатура сияқты, енді өздерің біліңдер, ваш ответственность. Болды. Өсіп қалды. Давидпен де әрине мені былай. Давидке өзім звондап айттым, сен сөйлесші дедім да, Вавалиспен. Түсініп айтшы, мен қандай бапкер екенін. Ол сөйлесіп айтты, ол мынандай деп, Симеонаға ұқсас дейді да, стилі Симеонаға ұқсас деп. Бізге как раз сондай керек болды. Неге дәл сондай бапкер? Вертикальный футбол, силовой футбол, агрессивный футбол. Жоқ, Каргалидзеден кейін мүлдем басқа. Өйткені Каргалидзенің стилі бізге результат берген. Ал ол резкая смена сондай емес па? Бір жылдың ішінде екі бапкер. Бізге ұнағаны, ол бізге план көрсетті. Ол алдымен маған қатты ұнағаны, екінші рет сөйлескенімізде, бірінші рет агенттен ұсыныс болды оған, екінші рет біз звондаған кезде, ол уже біздің команданың ойыншыларының бәрінің аттарын біледі уже. Уже жаттап алған бір күннің ішінде. Айтады, мен ойымша проблема мына зонада, мынандай, оны түзеу үшін бүйту керек, сөйту керек. Мына жерде бүйту керек, сөйту керек. Уже планы бар, четкий, көріп тұрды ол ситуацияны. Мынаны былай өзгерту керек. Ол үшін мына жерге мынандай ойыншы керек, мына жерге мынандай ойыншы керек. Болды. Ал енді осы чемпионат басталған кезде Каргалидзенің ашық футбол деп атымыз ғой бәріміз. Бірақ ашық футболды аяқтайтын жақсы шабуылшы керек, иә? Аргуманы жарты жылға алдыңыздар, ол кетті. Жаңағы өзіміздің бала кім еді? Артем Черединов, мысалы, Қаптаудан шабуылды. Сол шабуылды командалық ойынын шабуылмен аяқтайтын ойыншы болмай тұрып тәуекел ету қалай сонда бұл неге? Ондай ойыншыны бүкіл сбор бойы іздедік. Өкінішке орай айтып тұрмын ғой, тағы да қаржы жағынан қиын ондай ойыншы. Жақсы шабуылшы, жылына бір кемінде 7-8 гол салатын шабуылшы, ол 10 мың евродан төмен тұрмайды. Айлығы 10 мың евродан төмен болмайды. Ондай шабуылшы табу өте қиын, ондай шабуылшыны алу үшін жақсы қаржы керек, бізде ондай мүмкіндік болмады. Орталық Азиядан ондай іздеу мүмкін болмады ма? Тіпті арзан деген күннің өзін. Айтып тұрмын ғой, тағы да спецификасы үлкен. Мына Өзбекстан мысалы айтайық, Өзбекстанның чемпионаты жаман емес. Нәтижелі футбол ғой жерде көбінше. Иә, бірақ мен мысалы осы мамыр айында болдым ғой, өзім Ташкентте Локомотив Металлург Бекабат ойынында болдым. Мен мысалы Қырғызстанның ұлттық құрамасының шабуылшысы Кемин Мерк деген неміс бала. Өте ұнап қалдым. Азия чемпионатында көргенбіз ол. Бірақ
мысалы менің байқағаным ол жерде Киммер допты қабылдай ма, оның қабылдап ойланып басын көтеріп қарайтын уақыты бар да. Бізде Қазақстанда ондай уақыт ешкім бермейді саған ешқашан. Сен допты қабылдадың ба, екінші касанияң жасадың ба, болды. Бір защитник келеді, артыңнан ұрады, аяғыңнан ұрады, корпус қояды. Қаталдау дейсіз ғой. Сондықтан ол чемпионаттан мықты ойыншы табу өте қиын. Және Өзбекстан клубтары бізге қарағанда бизнеске жақын олар қазір, өйткені олар ойыншыларды шетелге сатып үйренді. Тегін ойыншы жоқ дейсіз. Ол жерден былай тегін ойыншыны алып келу қиын. Бір-біріне сатып жатыр ғой қазір. Кім Ақжайықта ойнаған бір легионер болды да, серб. Табатадзе. Сол ғой? Табатадзе. Кешіріңіз. Сол $30,000 сатып тастады ғой басқа клубқа. Мен былай айтайын, қазір Өзбекстан футболында ақша бар. Мысалы, өткен жылы Шахтерде ойнаған Чагадзе деген бар еді ғой. Тимур Чагадзе. Андижанға кетіп қалды ғой. Сол неге кетті деп ойлаймын. Өйткені оның айлығы ол жерде Шахтерға қарағанда 2 есе көп. Ол жақсы. Айдын мырза, кадет туралы айттыңыз да, қызық ұсыныстар басқа болды ма? Мүмкін Қазақстанда ойнаған, мүмкін бір Европада ойнаған ойыншылар болса. Әртүрлі ұсыныстар болды. Мен қазір бәріне есіме алып түсіре алмаймын. Өйткені күніне бізде чат бар. Чатқа трансфер-маркеттің ссылкалары бар ғой. Чат өртеніп отырды дейсіз ғой. Бір 50-60 ссылка келеді күніне. Трансфер-маркетта? Трансфер-маркеттің ссылка. Мынандай ойыншы бар, мынандай ойыншы бар, мынандай ойыншы бар, мынандай ойыншы бар. Егер оны зерттегің келсе, әрине уже ары қарай басқа күрделі программалар бар. Уайскаут деген, уже сол жақтан зерттейсің да. Бірақ основной информациясы трансфер-маркетта ғой. Қай командада ойнады, қандай позицияда, көбінесе қай позицияда ойнады, қанша уақыт ойнады в основном, 60 минут, 40 минут, 25 минут. Статистикасы толықтай сол жерден алуға болады. Ал уже күрделі бір анализ жасайын десем, уже Уайскаут бар. Айдын мырза, сіз жұмысты ауыстырдыңыз. Енді клубтың президентісіз, және де бізде директорсыз, жарайды. Біз үшін президент. Бізде жаңа бір рубрика, сізге бір ұсынысым бар. Біз сіздерге футболшыларды көрсетеміз, ал сіз табасыз қандай білімдері бар, қандай кәсіпке оқыды, және де егер де футбол болмаса, олар кім болушы еді? Петер Шмейхельдің сұрағы қандай болған? Қандай мамандығы бар? Дания, Манчестер Юнайтед. Аспаз десең. Манчестер Юнайтед намызы. Манчестер Ситиде ойнаған ғой, Давай строитель деп айтайықшы, құрылысшы. Көрейік. Жақсы тексерейік. Зауытта жұмыс істеген және... Музыкаға жақын екенін естігем, айтпақшы. Келесі? Трой. Ол Трой Дининің кім екенін де білмеймін ғой. Шабуылшысы. Жақсы апылды қармайды ғой. Негіз көріп тұр ғой, сондай бір охранник. Арт салмағы бар, жылдамдығы жоқ. Арт салмағы постоянно болды ғой. Security деп айтайықшы, ночной клубта. Ауысып кетті. Бұл аңыз ойыншы, бірақ бұл мамандығын білмейді екем. Жарайды. Бұл істеді ма, или... Мамандығы бар, оқыды. Жарайды, бұны... Юрист деп айтайық. Факультеті түспейді ғой. Юрист. Заңгер, Мен штукатур деп айтсам, расизм болатын еді. Енді N'Golo Kanté туралы айтты. N'Golo Kanté бұл жігіт туралы естігем. Бұл дінге жақын екенін білемін. Мешіттен шықпайды. Имам. Дүкенде жұмыс істеген сияқты. Жарайды, почтальон дейікші, курьер дейікші. Пассиса. Есеп біледі екен жақ. Варди білу керек. Кезінде істеген шығар, наверное, 5-6 дивизионда. Работал в Доке. Сол. Работал в Доке, да, где-то? Сол ғой, примерно. Маны Медицинский. Медицинские шины, еще не просто шины. Карлос Бакка бұл. Вот осы туралы білгем, точно білгем бұл. Рыбаком был, что ли, или таксист. Сондай бірдеме болды бұл жігіт. Хотя негізі Колумбияның жігіті. Водитель автобус, Россия. Жүргізуші, точно.
Мирослав Клозе. Ой, бұны білмеген енді ұят, өйткені бұл менің Лационың сүйікті командамда футболшысы. ойнаған, өзім де өте қатты сыйлаймын Клозаны. Бұл ақылды жігіт, өте ақылды жігіт. Сондықтан мен ойлаймын бір жақсы мамандығы бар деп ойлаймын, мықты. Физик деп айтайықшы. Физик бар. Лотик. Бұл да мықты. Менде интуиция Бұл да жоқ. мықты маман. Бұл да құрылысшы екен ғой. Дидье Дрогба. Дидье Дрогба бұл крокодилдермен Халықаралық қатынастарда ғой. жоқ, бұл да бір стройкада ма бір жерде жұмыс істеді ғой, ағасы Францияға алып келген кезінде. Жаңа айтып отырмын, не қылды емес пе ана? Не бухгалтер екен. Қайтадан бүкіл француз. Мне кажется, бір Европада бір универ бар. Просто диплом бере беретін ше. Ақшасын төлесең болды. Сократес. Бразилец Сократес. Париж Қайнар университеті деген. Білмедім ол. Сократес таксист дейікші, врач. Біреу таксист болу керек қой по-любому, Ринат Хайруллин сияқты. Біз бутигі бар. Келесі. Дейміз ба? Болды? Біреуінде таппадым, Жоқ, водитель автобусы. Бакка, иә, дұрыс. Сосын Шмейхелді керісінше келесі. Иә. Ал енді жалпы Айеке, мына команданы Лориямен бірге қайтадан жаңғырттыңыздар, құрдыңыздар. Премьер-лигаға келіп, мындай Премьер-лиганың бір ақиқат өмірмен бетіп өткенде, осымыздың бекер екен ғой деген ой келген жоқ па? Жоқ, әрине ондай ой келген жоқ. Әрине әр ұтылыстан кейін ойлайсың. Ай, бүкіл мүмкін менің жұмысым емес шығар бұл. Мүмкін мен бұл жерде лишний адам шығармын. Мүмкін бір жерде тағы бір тәлім алып, бір оқу оқып, тәжірибе жинап келу керек па деген ойлар болады әрине басында. Бірақ өкініш деген жоқ. Демек бұл команда басталып, қайтадан ортадан тасталып кетпейді деген ой тұр да менің ар жағымда. Жоқ, әрине. Бұл өйткені бұл команданың қалаға деген бір құндылығы бар да. Әрине, дұрыс. Өйткені бұл мына культурный код дейді ғой. ДНК-да сіңіп қалған уже бұл Астанаға. Мысалы, өкінішке орай біз бұл жылы енді жағдай солай болып қалды, өз қаламызда ойнай алмаймыз. Ойындарымызды Қарағандыда өткізіп жүрміз. Алдында Павлодарда болды. Бірақ енді ол біз онымен ештеңе істей алмаймыз. Бұл мынандай постоянно айта бермейміз оны. Ой, біз постоянно на выезде играем деп. Бізде жалғы жоқ ондай. Данность такая, қайтеміз енді. Амал жоқ. Сондықтан әрине талай жұмысты атқара алмай жатырмыз. Мына келесі жылы бұйыртса, егер Премьер-лигада ойнап жатсақ, Астана аренада ойнап жатсақ, мына маркетинг жағынан, пиар жағынан, жанкүйерлерді стадионға шақыру жағынан талай жұмыс өткіземіз. Өкінішке орай оны қазір істей алмаймыз. Бірақ сонда қай стадионда ойнайтын болады Жеңіс? Қазіргі таңда QFL сайтында негізі үй стадион, Астана арена. Жоқ, Астана арена емес. Қажымұқан мұнайтпас стадионы осы жылдың соңында күзде сносқа кетеді. Толықтай. Сүріліп тастайды. Толықтай алып тастайды. И бұйырса келесі жылдан бастап жаңа стадион салынады жерде. Манеж сияқты. Крытый стадион. Сол жерде манеж салына ма? Оны білгенбіз, бірақ та негіз шатыры ашылмайды. Мысалы, қазірдің өзінде шілде, август айындалар өте ыстық. Біз қазір күнделікті жаттығуымыз футбол үйінде өтіп жатыр ғой. Ол жерде бәрі жабық, бірақ өте мықты кондиционерлер жұмыс істеп жатыр. Циркуляция воздуха бар, сондықтан ішінде комфортный температура бар. Қиын емес. Негізі футбол үйінде ойнаған, ыстықтау кішкене. Жаңа не жасады? Система кондиционирования жасады. Өте мықты. Қазір осы жақында Астанаға барған кезде көрдім. Мұңайтпас стадион бір ешкімге қажет емес. Сосын кішкене қаңғыбастар жиналатын жер болып тұр дейді. Өкінішке орай. Сонда оның Қажымұқан стадионының жаңаша құрылуына қалалық әкімшілікте сіздер де мүдделі болып отырсыздар ғой сонда. Қанша мың адам болып қалды жерде? 4 па, 4,5 ба? Аз емес пе? Мысалы, ертең Еурокубокқа шықсаңыздар. Астана арена бар ғой Еурокубокта ойнайтын болсақ. Проблема жоқ болды. Еурокубокта алып келу ол стадионда ойнату өте қиын, өйткені лицензирование жағынан парковочный орындардың болу керек. Ол жерде жоқ оның бәрі. Ол жерде айналасында екі
қонақ үйлер үлкен бізге ең бастысы жасөспірімдеріміз ойнайтын жер болса болды. Бізге ең бастысы сол. Бізді қойшы, біз жарайды Астана арена болсын бір жерде ойнаймыз ғой. Ең бастысы мына қысқы кезде, суық кезде балаларымыз қайда ойнайды, сол ең басты мәселе. Бірақ та жеңістің фанаттар Астана аренаға негізі қарсы, біздің үйіміз Мұнайтпасов стадионы дейді. Әрине. Бірақ біз бұл жағдайда не істей аламыз? Өкінішке орай бізде ондай қаражат жоқ, өзіміздің стадионымыз саламыз деген. Мүмкін, кейін ондай мүмкіндік болатын шығар. Бірақ қазір генпланда, қаланың генпланында стадионға арналған орында жоқ. Егер де қаланың шетіне жасауыз? Зылықбек сияқты. Тағы да ол да бір күрделі жағдай ғой. Мысалы, жаңа тағы айтып тұрмын, жасөспірімдеріміз бар, балаларымыз бар. Оларды күнделікті жаттығуға қалай барамыз. Локация жағы өте важный нәрсе ғой. Өйткені егер ертең ойнайтын болсақ, қаланың сыртында стадион болса, оған кім келеді? Соны түсініп тұр. Астана аренаның өзіне ешкім келгісі келмеді ғой. Қазір ғой Астана арена Астананың қақ ортасы болып қалды. Рас. Ал бұрын ол қаланың шеті еді. Ешкім бармайтын оған. Алыс, қайта алмаймыз одан. Қаланың сыртына салатын болсақ, кім барады ол жерге? Просто осы орайда бір ғана проблема көріптім. Егер де шынымен де жеңіс ертең қаласа 3-4 жылдан кейін Еурокубоктық матчтарға таласа, Қайрат келеді, Елімай келеді, Астанаға қарсы ойнайды. Сонда 4000-дық стадион аз болмай ма сонда? Орталық тағы да біздің вариантымыз бар, шүкір. Астана арена деген кезде біздің ойлап отырғанымыз, оның бәрі жалға алу құны қымбат қой бәрібір ше, қанша деген. Қымбаттау, Ол бізге байланысты ғой. Біз переговорный процесс қалай жүргіземіз? Дұрыс. Жақсы, қазір жандан салынатын стадион сіздің балансыңызда бола ма сонда? Ол әлі белгісіз. Мен оны қалай айта аламын, өйткені стадион әлі салынып болмады, бірақ негізі әңгімелер жүріп жатыр. Ол стадион саламыз да жеңіс клубына береміз деген. Бірақ ол бола ма, болмай ма, біз оны білмейміз. Алаңның несі өзі табиғи бола ма, әлде жасанды бола ма? Әрине жасанды. Просто бұрын табиғи шатырдың астында табиғи мүмкіндік жоқ, ондай мүмкін жаңа емес. технологиялар да жоқ ондай. Өкінішке орай жоқ. Сантьяго Бернабеуда Ол өте қымбат болады да, егер ондай істейтін болсаң. Өте қымбат болады. Просто анау Мұнайтпасовтың фишкасы сол ғой. Фишкасы сода болған. Өзіміз ойнадық кезде. Мына Максим Азовский, жаңа біздің штатты бапкер, солда айтатында, біз бұрын осы жерде ойнаған кезде мына жердің иісі бөлек болатын дейді да, жаңағы алаңға шығасың, иісі, шөптің иісі тамаша дейді да. Бір өзің тағы бір күш алатын сияқтысың дейді да. Оны өкінішке орай қайтеміз енді. Климат, жаңағы проект, басқа жерге жасанды алаңнан басқа ешқандай алаң жарамайды. Әрине болады, табиғи алаң өсіруге болады. Өйткені мына Швеция бар, Норвегия бар, Дания бар. Гибрид мысалы, гибридіне жасауға болады. Оның шешімдері бар, бірақ оның бәрі қымбат. Қымбат ақша тұрады бәрі, Оның бәрі қымбат. Мысалы Қайратта мына осы орталық стадионда гибридный газон ғой. 75-ке 25%. Оны күнделікті дұрыс күйде сақтау үлкен қаражат бөлінеді оған. Бізде ондай қаржы жоқ қой. Жақсы, ал стадионды салсаңдар, жақсы, бұл әкімшілік сала ма? Әкімшілік салады, Біз негізі қатысуыңыз бола ма соған? Алаңға мүмкін. Тек консультация ретінде мүмкін. Консультация ретінде мүмкін. Біз емес қой салып жатқан. Біз негізі ойымыз болған, егер қаланың ішінде стадионға сәйкес, геймпланға сәйкес бір орын болса, бір кішігірім стадион салынатын, бір 5-6 мыңдық стадион салынатын бір мүмкіндік болса, өзіміз мүмкін демеуші тауып саламыз ба деген ойымыз болған. Freedom компаниясы бар, басқа компаниялар бар, соларға келіп өзіміздің ұсынымымызды жасап, мысалы, егер Freedom компаниясы бізге салып беретін болса, 10 жыл стадион Freedom Arena деп аталады деген. Сондай ходтар бар ғой. Әрине. Оны істеуге болар еді, бірақ ондай жерде жоқ Астанада. Әріптестер, жеңіс жайында сұрақтар бар ма? Себебі мысалы біздің неде Қожахметтің өмірі жайында сұрақтар көп екен. Мен бір сұрақ қоя салайыншы. Элитаға шықты жеңіс, биыл легионерлерді алды, бірақ енді түсіп кету қаупінде ескересіздер ме бірінші лигаға?
әрине ескереміз, бірақ түсіп кетпейміз деген ойдамыз. Шынымды айтайын, қазір осы соңғы бір айдың ішінде біздің командамыз қатты өзгерді. Күнделікті жаттығуға келіп тұрам, көріп тұрам. Басында бізде проблема тағы неде болды? Мына коллективтің ішінде химия болмады. Ол өте маңызды нәрсе футболда. Қазір мен өз-өзіммен күнделікті көріп тұрмын, легионерлермен қазақстандықтар бірге әңгімелеседі, бірге шай ішеді, тамақ ішеді, құшақтасып жүреді, бір-біріне қалжың айтады. Уже кәдімгі химия бар да қазір. Ал көктемде өкінішке орай ондай болмады бізде. Легионерлер бөлек, қазақстандықтар бөлек болып, ешқандай арасында не жоқ, текетірес ештеңе болған емес, бірақ сондай проблема болды да. Ал футболда ішкі микроклимат деген нәрсе өте маңызды. И мен білем да осындай нәрсені. Мен бар екенін постоянно ұмыта беремін былай қарап. Бүйтіп қараймын да. Екінші лигада ойнап жүргенде жанкүйерлерді негізі жеңістің қалай өміріне қатысып жүрген. Олар медиа службада жұмыс істеген, тегін. Сергей Найточи өзі сол матчтарды түсіріп жүрген. Осы нәрсе бар да. Неше жыл болды негізі жеңіс жабылып қалған соң? 2014-те жабылды. 14-те жабылды, 20 негізі 2008-дің соңында жабылды. Сосын қайтадан ашылды. Қайтадан жаңғыр, бірақ мен білмеймін. Оны кейбір жанкүйерлеріміз, сол біздің жеңіс болды деп айтады. Кейбіреулері, ол жеңіс емес, ол басқа команда болды деп. Кейбіреулер қабылдайды, кейбіреулер қабылдамайды. Сондай бар. Бірақ аты шыққан, шулаған, бәріне танымал Жеңіс футбол клубы 2008 жылы өкінішке орай өмірін тоқтатты ғой. Оның алдында 2 жыл бұрын үшінші чемпионствосын алып отырып, 2 жылдан кейін жабылған сұмдық қой. Одан кейін жаңағы Астана 64 болып жаңғарды қайттан 1-2 жыл ғана болды да, қайттан жабылып қалды. И осы 21-ші жылы қайттан міне жеңіс болып қайтты. Бірақ анау титулдар сақталды ма? Әрине сақталды. Ол әрине дәл сол юридический лицо емес. Өйткені ол мүмкін емес оны істеу, өйткені анау жабылып қалған ликвидированный юридический лицо. Сен оны қайттан аша алмайсың. Заң бойынша мүмкін емес. Заң бойынша мүмкін емес ол. Юридический басқа, бірақ спортивная преемственность деген оның бәрі сәйкес. Бірақ та егер мысалы анау кезінде 2007-2008-де ойнаған Бишарсын сияқты ойыншылар қайтадан арызын жазсақ, жазатын олардың ешқандай нелері жоқ, өйткені олармен бәрімен жоқ, төленді ғой олардың қарыздарының бәрі. Төленді. Әрине төленді. Толықтай төленді, өйткені мына жеңісте бұрын базасы болды ғой. Қазіргі Тарлан арена, сен жақсы білетін, кезінде автомобилист деген аты болатын. Сол база сатылды. Жеңістің талай автобустары болған, соның бәрі сатылды да, сол ақшаға жаңа қарыздардың бәрі жабылды. Қарыз жоқ сонда. Қарыз жоқ, оны біз жаптық деп тұрған жоқ, ол кезінде жабылған. Дұрыс. 2022-де федерация президенті сайланды. Әділбек Жақсыбеков өзі кетіп қалды. Лурияның компаниясының құрамында болды. Қолдадың? Штабында болдым. Штабында болдың, Бірақ өкінішке орай жеңілді. Кім айтты өкінішке орай деп? Қандай жұмыс атқардың? Мен ба? В основном медиа жағы ғой мен. Медиа жағы. Идеология. Сосын анау сайлау толықтай әділ болды ма? Әлде керісінше сұрақтар пайда болды ма? Біз жақтан сұрақ болған жоқ. Мен естуім бойынша сайлаудан кейін Лория жаңа қалған кандидаттардың ішінде жалғыз Лорияға келіп, жаңа Әділет Назарбайұлының қолын алып, құттықтап кетті. Лорияның жағынан ешқандай әділетсіздік болды деген әңгіме болмады. Енді былай неден бөлек, медиадан бөлек, футболдың айналасында шаруаның көбірек айналасында, суперболдың да мысалы, басқасында алғашқы, жалпы бұл идея неге керек? Қазір мысалы суперболдың, мысалы А деген бірінші маусымда Аянбек Дунайхан, Аянхан Дунайбек деген жігіт болды. Басқа да бір декіл жігіт, былтыр Елімайда ойнаған Бақытжан Мәліков мысалы,
қазір мысалы сондай ойыншылар бізде Олы Бразилдың да бір отдачасы аз болған, Суперболдың да ондай бір несі болмайды, тек бір дүмпу болып ары қарай жабылып кетпей ме деген қорқынышым бір түсіндірейін. Супербол ең бастысы ол спорттық проект емес, ол футболдық проект емес, ол именно социальный проект қой, әлеуметтік проект. Ол ең бастысы мына далада өсіп жатқан футболда жол болмаған балалар басқа жолға кетіп қалмасын, көшеде жүріп қалмасын. Футболға верностьтен қалай, адалдық, футболға адалдығы сақталсын деген ниетпен істелінген проект қой, ең бастысы. Сосын ол Суперболдың шарты неге мысалы бірінші сезон екінші, үшінші сезонға қарағанда жақсы өтті деп бәрі айтады, өйткені ойыншылар көбісі қазір ойнап жатыр. Бірінші лигада, екінші лигада, кейбіреулері ойнамай қалды, бірақ бапкер болып кетті. Сондай көптеген кейстер бар. Бірақ ол кезде бізде жастың несі 16-дан 25-ке дейін қатысушылар болды. Екінші, үшінші маусымда уже қысқартылды да, 23-21 деп түсіп кетті. Көбінесе жаңағы Суперболға қатысқан балалар, олар өте жас балалар, 16, 17, 18 жастағы. Олар қазір бір жерде ойнап кету үшін сәл уақыт керек та, күту керек. Мысалы, осы жылы көрсетейін, бір мысал жақсы. Өткенде міне Тобыл ойнады, Лига кубогында Ақтөбемен, алаңға Суперболдың 2 түлегі шықты, Азамат Зинадин және Шахмырза Әдірбеков деген. Екеуі де 2006 жылғы балалар. 18 жаста болды. Біреуі бірінші маусымда болды Суперболда, екіншісі екінші маусымда болды. Енді ақырында бағырында уақыты келе жатыр олардың. Ілініп кетуі мүмкін дейсіз ғой. Әрине ілінеді. Бақытжан Маликов міне соңғы ойында Алтайға көмектесіп гол салып кетті. Ақырында уақыт керек та. Мен сразу айтқанмын, егер ол Суперболдан хотя бы 1-2 жігіт ілініп кетсе, үлкен футболға. Үлкен футболға ілініп кетсе, егер біреу хотя бы кейін ұлттық құрамаға ілініп кетсе, ол үлкен жетістік болады деп айтқанмын. Қазір мысалы қарайтын болсақ, мына SD Family'да қазір Эмин Мусаев деген бірінші сезонның баласы ойнап жатыр. Оның алдында Ұлытауда болды, қазір SD-ға ауысты. Соңғы турда гол салды. Оның алдында жаңағы Жетісайды ұтқан кезінде олар заменаға шықты да жаңағы ассист жасады. Ол Суперболдан кейін мәскеулік Спартакқа барды. Спартактың просмотрында болды академиясында. Оны қалдырғысы келді, бірақ паспорт проблемасы болды. Сосын ол оралып, жас құрамда ойнап, Пюджи лигада ойнап, и ең бастысы Қазақстанның жасөспірімдер құрамасына шақыртылды. Ол жетістік емес па? Мен ойымша жетістік. Далада жүрген бала ол. Қазір осы сұрақты қоймасам, ертең ренжіп қалады көбісі. Кез келген пост болсын, Телеграм каналында комментарийге кірсең, Айдын мырза ОПГ-ның мүшесі өзінің достарын сынамайды дейді, Карпович, кім Лоурия, Самат Смақов сияқтыларды жақтай береді екен. Өзің соны қалай қарсы аласың? Қалай қалдайсыз? Нормально. Мен біріншіден енді немене, егер халық сондай комментарий жасса, мен онда Лоуриямен, Карповичпен, Алиевпен, Смаковпен, басқалармен араласпауым керекпін ба? Жоқ, негізі араласуға болады, бірақ та егер де олардың қателіктері болса, онда жазуға болады осы. На самом деле, бізде білмеймін адам қалай оқитын. Мысалы, Карповичпен мен соңғы кезде көп араласпайтын болдым. Өйткені біріншіден мен қазір басқа клубтың директорымын, ол басқа клубтың бапкері. Екеуміз қайта-қайта араласа беретін болсақ, ол да бір дұрыс емес шығар. Екіншіден, Карповичтің мен бір кішкене реніші бар. Өйткені өткен жол мен оны бір сынап жазғаным болған. Ойыны дұрыс емес, ойыны бірдеме істеу керек деп. Екеуміз сөйлескенбіз одан кейін. Айдын, ты вот так написал. Ну, ты же ситуацию изнутри не знаешь. Ну, я же свой взгляд написал, свое мнение. Ну, ладно, хорошо, это твое мнение. То есть, проблема жоқ. Егер сынау керек болса, сынайым. Просто неге жиі сынамайтынын, өйткені как раз таки мен олармен араласқаннан, мен ол көп ситуацияларды ішінен білем да. Қалай екенін, мынау шын ба, рас па, өтірік па, біліп тұрам да. Бірақ мен оларды толықтай бәр жерде жақтаймын деп айта алмаймын. Көбісі солай жазады ғой.
айдын ты некомпетентен мысалы әртүрлі. Сосын сен оларға өз чатында арасында жауап бересің мысалы. Уақытым болғанда қазір уақыт жоқ жауап беруге. Иә, сосын жеңісті естисің ғой ресми түрде. Бірақ та елім айтып ол көбінесе жиі жазасың. Жазбай команда қалай туралы. туралы. Жоқ, именно Елімай жайында. Астана емес, Қайрат емес, Тобыл емес. Елімайдың директоры менің досым, біріншіден. Мен Елімай туралы бірдеме жазатын болсам, ол маған ертең күні звондап тұрмайды да. Айдын, разберись со своей командой деп. Мен бір Қайрат туралы бір жазып қалғаным бар еді. Асқар Есімов звондап, мен Айдын, это неэтично деді да. Мен онымен келісем. Вы давайте своей командой занимайтесь деді да. Мен айттым, все, Асеке, я принял дедім. Болды. Ал одан кейін сізге комитет по этике жазбай ма? Жоқ. Футбол федерациясы. Пока мен өзім ешқандай допускать еткен жоқпын да ештемені. Бірақ та қатысым бар ма Елімайға? Елімайға еш қатысым жоқ. Консультация ретінде. Жоқ, қазір жоқ. Бұрын болған. Бұрын жеңісте. Иә. Өйткені мына жеңісті қайттан жандандыру процесіне қатыстым ғой. Мен ол жерде бір бәрін істедім деп айта алмаймын. Қатыстым ол процеске. Бір кішкене түсінігім бар, иә. Елімайды қайта жандандырған кезінде ол менің тек консультация ретінде шақырды, консультант ретінде. Ол сондай ғана, ол басында медиа жағын кішкене қалыптастыруға көмектесіп бердім. Болды, одан басқа ешқандай қатысым жоқ негізі Елімайға. Ал енді Айеке кезінде Қайрат туралы Қайрат перезагрузка кітап жаздыңыз, жақсы қабылдады оқырман. Қазір енді жеңістің бастан аяғынан тұруы, жаңғыртылуы, жандандыру, ол туралы да кітап жазу ойда бар ма? Оны жазсам мен емес шығар, басқа адам жазу керек шығар. Уақыт өте келе деп ойлаймын. Уақыт өте келе кім біледі, бірақ қазақша аудармасын кімге жазатынын білемін ғой. Отыр ғой негізі авторымыз. Ақтөбелік фанаттармен қандай қарым-қатынасасың? Мен ешқандай қаланың фанаттарын бөлмеймін. Пәленшенің фанаты маған бәрі бірдей, Ақтөбемен проблемам жоқ. Жоқ, неге сұрайтыным, олар көбінесе саған ренжіп қалды 2022-де соңғы турларда біздің командамыз өлтіргенде Айдын ешкімге жазбады дейді, бірақ та. Менен басқа ешкім жазған жоқ как раз сол кезде. Мен ғана жазған. Мен соңғы турда, соңғы выездной ойыны болды ғой Шымкентте. Сол кезде ғана мен жазбадым, өйткені мен действительно отпускта болдым. Отпускта өзім балаларыма уәде берген. Қызым айтып, папа, только давай без телефона деп уәде берген. Мен отпускта болғам ол кезде. Бірақ менен одан кейін қанша жаздым мен жаздым, ол беспредел болды ма? Иә, беспредел болды. Мен как раз таки менен басқа ешкім жазған жоқ. Сен неге жазбадың мысалы? Мен оны Қазспорттың студиясына барып толықтай ашықтай Міне, оны бәрі біле бермейді ғой. Иә, біле. Бірақ тура сол просмотр саны көп, негізі айттым ғой ашық түрде. Менде талай подкасттарға барып, Құрманның подкастына барып талай штрафной. Ау? Тамашевтың штрафной ма, пенкасы левый деді, соны айттым ғой, соңғы турда Қарағандыда ойнағанда, соны айттым ашық түрде. Жоқ, мәселе даже ол пенка-менкада емес, мәселе конкретно Ақтөбені төрешілер жағынан қатты шектетті. Астанаға қарсы көптеген команда қосалқы құрамдарын қойды. Иә, соны айттым. Мен оны жазбадым ба, жаздым. 4 жыл бұрын сен айттың, төрешілермен бүкіл клубтар жұмыс істейді, тек қана Қайрат пен Астана ғана жұмыс жасамайды. Бірақ та 2022-де Астана по беспределу чемпион атанды, оны ешкім жоққа шығармайды. Сонда Астанада не өзгерді соңғы жылдар? Басшылық өзгерген шығар. 4 жыл деп айттым. Өзің айтып тұрсың ғой, 4 жыл бұрын. Мен білем, мысалы, Григорчуктың соңғы сезонында Астана чемпион болған кезінде төрешілермен жұмыс істеген жоқ олар. Төрешілермен жұмыс істемеді деген тағы ол нені білдіреді деген сұрақ туындайды ғой. Ешкім төрешілерге звондап айтпаған ол жылы. Астанаға көмектесіңдер деген. Қайрат жағынан, ол біреуден естіп алғаным емес, төрешілермен сөйлесіп, солардан білген нәрсем ғой. Олар мен сразу айтқан, бізге Қайрат, Астана, осы екі команда ешқашан бізге шықпайды да, бізге көмектесіңдер деген әңгіме болмайды. Қазір клубтың директорысың, басқа әріптестермен араласасың ғой. Әділет Барменқұлов мырза, федерацияның президенті айтады, ашықтай айтты, бүкіл клубтар төрешілермен жұмыс жасайды деп. Соны өзің директор ретінде қалай қабылдадың? Неліктен оны ашық түрде айтпады клубтардың аттарын? Біріншіден өйтіп айтқан жоқ.
бірақ та намек цитата сондай емес. Мен өзім жеке басыма жауап берейін. Жеңіс футбол клубы ешқандай төрешімен ешқандай коррупциялық ешқандай процеске қатысқан емес. И мен былай түсіндіріп айтайын. Осы қанша тур өтті? 13 тур өтті ма, 14 тур өтті ма? Бізде жеңіс тарапынан төрешілерге ешбір наразылығымызды білдірген емеспіз. Бізде бірде-бір ойында бізді төрешілер қысты деп айта алмаймын. Бірде-бір ойында бізге төрешілер көмектесті деп айта алмаймын. Біздің ойындар, біздің сұрақтарымыз жоқ төрешілер. Ал басқа клубтар осындай үндеу жасаған соң? Мен былай айтайын, кейбір командалардың үндеу жасағандарын түсінем, кейбір ойындарда мен де түсінбеймін төрешілердің қабылдаған шешімдерін, бірақ оны түсіне білу керек. Ол қателік пе? Әлде қателік пе? Тырнақшын. төрешілер Айдын Қожахметовтің телеграм-каналынан қорқа ма? Төрешілер Айдын Қожахметовтің телеграм-каналынан қорқа ма? Егер мысалы төреші Айдын оны жазса толықтайды. Оны төрешілерден сұрау керек. Бірақ бұрын мысалы 2 жыл бұрын екеуміз сөйлескенде сен айтатынсың, төрешілермен арасында сөз алмасып тұрамыз, инсайт беріп тұрамыз. Қазір сонда қарым-қатынас қазір жоқ. Ол төрешілер жоқ қазір. Жоқ, кетіп қалды. Ол болған төрешілер бұрын. Мысалы мен соңғы рет қандай төрешімен әңгімелестім? Қарағандыда Артем Кучинмен сөйлескем. Артем Кучин дисквалификация алып қалды да, өзі төрешілік етпей жүрді. Сондықтан екеуміз спокойно сөйлесіп тұрдық. Ойыннан кейін ойын жайлы, төрешілік туралы мен айттым, мына жерде Артем анау біздің ойыншыға сары қағаз көрсетті. Неге дәл сондай эпизод ана жерде сары қағаз көрсетпеді деп ана командаға десем, ол түсіндіріп айтты. Өйткені мына жерде былай болды, мына жерде былай болды деп. Ана жағы аяғын алып қалды, үлгеріп қалды деп нюанстарын түсіндірді да болды. И ол маған өзі айтады да, бұрын дейді да, төрешілер айтады дейді, Артем, ты что, Кожахмету приплачиваешь, что ли, деп. Почему десе, сен туралы жаман жазбайды дейді да, сен туралы всегда жақсы жазады деп. А мен шынымен де Кучинді өте мықты төреші ретінде санаймын да. Сондықтан, бірақ онда сынаған посттарым болған. Дұрыс емес бір шешім қабылдаған, бірақ көбінесе Кучин жайлы мен мынандай уважительный сонда жазатын да. Өйткені действительно мен оны өте деңгейі мықты төреші деп білемін. Соны айтады да, осындай жағдай болған, мен төрешілер сөйтіп айтқан дейді. А мен бірінші рет сөйлесіп тұрмыз сол кезде. Жаңағы ол маған айтып берген кезі, ол кезде Артеммен бірінші рет сөйлесіп тұрмыз өмірімізде. Бірнеше жыл бұрын әртүрлі расследование жасадың. Никола Тонев жайында, оның қазақстандық паспорты липовый, мемлекет фейковый. Сосын Жасур Нұржықовтың шын возраст, жасы. Шын аты. Шын аты, да, Жасұлан Диханов болған. Негізі сол жұмыс жайында айтып көрсең, кім инсайт берді, кіммен? Оп-оңай. Мысалы қара, алғашқы сол қай жыл 2008 бет, 2009 бет, сол жаңағы Дихановтан кездері. Қалай болып қалды? Мегаспорт командасы пайда болды ғой? Алғашқы сезондары, жаңа Данияр Хасенов ойнап жүрген кездері. Ол кезде бізде обязательно 2 лимитчик болды алаңда. Муминов пен кім, Қалмұратов, И мен қараймын, оларда Муминов, Қалмұратов деген 2 жігіт бар. Ойладым енді мына Сдюшордың ойыншылары шығар деп, өйткені Сдюшор сол кезде меморандумда болды да, жаңа Мегаспортпен. Сдюшордың ойыншылары жаңа Мегаспорттың дублі болды. Ойладым, сол жердің балалары шығар деп. Бір күні Жамбыл Көкеевтің әкесі Мұхит аға сол кезде істеді стадион қасында. Айдын қалайсың анау, мынау, жақсы аға. Бір кезде тұрады да, сен журналистсің ғой дейді. Неге жазбайсың ананы дейді. Не жайлы десем, ана Муминов, Қалмұратов деген 2 лимитчик, олар заряженный ғой дейді. Да десем, да, точно ма дейді. Ол барып іздедім, таптым. Өзбекстаннан тауып. Тапқанымда бүйтіп басым ұстадым ғой, қалай деп.
7 жас па қосып тұрсаң ба сонда, алып тастады. Муминовқа Біреу 9 жылға, 9 жас. екіншісі 6 жылға, иә? Жоқ, Екі 3 жас и 9 жас. 9 жылға. Халмұратов 86 жылғы болатын, документте 89 деп тұр. Муминов 80 жылғы бойынша 89 деп тұр да. Иә. Әрине, қазақшасы қалай, орысша обостренное чувство справедливости дейді ғой. Иә. Менде ол всегда болған да. Мен ананы естіп қалай деп, енді содан басталды. И мен солар туралы жаздым. Ертең күні маған кім звондайды, ол кезде марқұм Халимжан Ержанов. Ол кезде ПФЛ, НФЛ деп аталатын, ПФЛ-ның сол бастығы болатын. Сол звондайды да, Айдын оқығаныңды естідім. Ол рас па, гарантия ма дейді. Иә, міне официальный документтер бар, анау мынау дедім. Ол ресми документтерді Өзбекстаннан алдыңыз ба сонда? Через Министерство юстиции. По связям? Да. А Никола Тоничев? Никола Тонев негізі мен тек наводканы бердім. Оны Леонид Юрьевич. Жаңа әңгімені анықтайықшы, сосын? Сосын жаңа Халимжан Ержанов ертең күні КДК жинайды, бүйтеді, сөйтеді. И жаңа екеуін шектетеді, болды дисквалификация, анау мынау деп бәрін жазады. И ары қарай басталады да, басқа клубтар келеді. Процесс кетіп қой. Неге онда ана клубта тағы анандай бар, мына клубта мынандай бар деді. Сөйтіп жаңағы Кенбаев, Нұрғалиев, Тажыбайұлы, Деханов, Нарзикулов болып шықты вообще. Сондай уже конкретный не кетіп қалды, снежный ком дейді ғой. Сұмдық резонанс болды, бірақ айтпай содан кейін Таза болып. бәрі өзгерді, таза. Бәрі хабарласты ма? Саған? Жоқ, мен негізі ойлағам, ол кезде қызық болды, мен жаңағы жаздым, расследование жүргіздім, неттім, и командировкамен Астанаға кетіп қалдым. Ол кезде Караван газетінде істейтін, боксқа жіберіп, Астанаға кетіп қалдым. Сосын маған бір жанкүйерлер звондайды, Қайраттың жанкүйерлері звондайды, өзім танитын. Айдын, молодец, анау мынау қорықпа, мы тебя поддержим дейді. Неден қорықпа? Сосын тағы біреу звондайды. Айдын, Мұран, ты смелый, молодец, мы за тебя. Бір танысым звондайды, кішкене полукриминальный жігіт еді. Сол звондайды да айтады: брат, я слышал, там у тебя проблемы какие-то, что подключиться? Қандай проблема? Ол біреу бір жерде слух жіберген екен, ана типа Данияр Хасенов мені іздеп жүр деген. Найдите мне его, привезите мне его деген. Живым или мертвым? Ол өтірік екен, ондай фейк та. Хасенов наоборот айтыпты, ол молодец, дұрыс жазыпты деп. Бірақ просто сондай ажиотаж болды да. На самом деле ешкім звондап, ешкім іздеген, ондай ешкім қорқытқан жоқ. Жоқ, ондай болған емес. Қазір осындай нәрселер мүмкін емес пе? Мүмкін? Африкада. Жоқ, Қазақстанда. Жоқ, Қазақстанда да. Қазақстан. Бар ма? Мен ойымша емес, білуімше бір ойыншы бар. Екінші лигада. Имя, сестра имя деп. Есімде жоқ. Қазақстандық Қазақстандық ойыншы. Просто неге мен оны білем? Өйткені басында ол бірінші лиганың командасында, заявкасында болды да. Егер ол алаңға шықса, мен жазған адам айтады да, мен мынаны хотел бы опубликовать, он заряженный дейді да. Ана командадан очки несін тартып алады ғой, ұпайларын. Бірақ ол бала ана командаға ойнаған жоқ. Ана командадағы, бірінші лигадағы команда өздері біліп қойды да, оны алып тастады. Сондай бір бала бар екен, білем точно, қалғанын білмеймін. Біздің уақытымыз шектеулі. Соңғы история ол Никола Тонев жайында. Никола Тонев, былай айтайын, оны негізі Қазақстанға алып келген адамдардың бірі мен болған. Ол кезде енді агент болдым деп айта алмаймын, бірақ агент достарым шықты да. Посредник. Көмектесіп берші деп Сұңқарға мен ұсыныс жасадым жаңа Никола Тоневті. Сұңқар қаратты, ұнады оларға, олар оны шақырды, келісім шартқа қол қойды. Мен одан аз-маз кішкене ақша алдым, официально. Кішкене денег заработал. И Тонев ойнап жатыр. Сосын Тобылға ауысты. Жақсы ойын көрсетті, Тобылға ауысты. Тобылда жүргем деп. Бір күні қарасам, Тонев қазақстандық болып жүр. Қазақстан ойнағанда екінші жыл не бар дейсіз? Екінші жылға келіп тұрғаны.
бұл қалайша тез қазақстандық болып қалды деп қоямын. Оны жаңа Леонид Юрьев досыма айттым. Қостанайдан естіп қалғаным бар да, мен өйткені қайын жұртым қостанайлықтар ғой. Барлық байланыс Ол жерде налоговыйда бәр жақта таныстарым бар да, туыстарым бар. Солар айтып қалды да, что бір проверка жүріп жатыр, бірдеме деді. Сосын мен жаңа Леонидқа айттым, Леонид, мынандай ситуация бар, Никола Тонев, попробуй, прощупай дедім да, запрос жаса деді. И Леонид ары қарай сол жұмыстың бәрін Леонид атқарды. Сол тапты. Действительно, анау өтірік паспорт, жалған паспорт қой анау. И ең мен түсінбейтінім, ешкімді сол үшін не жазалаған жоқ, не түрмеге қамаған жоқ. Тоневті депортировать етті. Сосын өтірік паспортын тартып алды. Михаил Гурман ол кезде лиганың президенті болып жүрді ғой. Сол орнынан кетті содан кейін. Негізі басқа сылтау қылып кетті да, бірақ мен естіген бойымша осы үшін кетті. Оның қателігі де сонда. Допустил деген әңгіме ғой. Сондай оқиға болды. Негізі оның бәрін Леонид жақсы біледі процесті, бірақ мен қазір көп уақыт өтті ғой, нюанстарын ұмытып қалғам. Бірақ өте қызықты нюанстар болды да сол жерде Қостанайда. Клуб айтты ғой, сосын ол кезде Баймұратов болатын директор айтты, біз білмедік дейді да. А Леонид доказательство көрсетіп тұрды. Қалай, міне мына документке сәйкес сендер білдіңдер деп тұрды. Сондай қызық болған. Шүкір қазір ондай жоқ бізде. Айдын мырза, бізде жаңа рубрика, жаңа емес, бірақ та рубрика бар. Мен үшін Лига жаңа. плохих шуток, сіз үшін арналған әртүрлі керемет бір шуткалар бар. Соны деталь екеуіңіз Қалжыңдасамыз ба? Иә. Бастайық. Ал Айдын мырза, бастайық. Айдын, хватит читать там все это. Таныс болайын деп Ертең Қожа Ахмет инсайтқа салам деп. Что общего между Федерацией футбола Казахстана и Куатом Хамитовым? Блин, что-то вот как будто бы близко, как будто я понимаю ответ, ну не знаю. Да. Они оба считают, что китайцы лучшие застройщики стадионов. Тонко. Моя очередь. Да. Как называют назначение Черчесова главным тренером сборной Казахстана? Как называют? Релокация. Как сказать Айдын Қожа Ахмет на итальянском? Риса Романов? Ну, все правильно, потому что Ербол... Браво! Это необычно. Браво! Если на татарском, то Ербол Каир, да. Айдын Қожахметов деп тұрмыз. Почему Румыния так хорошо играла на Евро? Они пришли за золотом. О. Ну, стереотипно немножко. Да. Почему Кожахмета не зовут на выборы? Чего, президента Федерации? Нет. Не хотят проиграть? Нет. Почему Кожахмета не зовут на выборы? Там не любят вбросы. Да. Хорошо. Вот это, наверное, что-то из внутрика, да, я как бы не совсем понял, ну ладно. Как понять, что закончился матч Евро, который комментирует Алимжан Аскар? Что, типа автогола не было или было? Типа с этим все? Бульмин. Он не спутал ни одного итальянца. Окей. А че шатался? Окей. Не помню. Окей. Ну, я же Ну, говорю, это такое. Это ну, следующее залетит, Да? блин, следующее залетит, да. Лучший матч, который прошел на Евро. Во время Евро. Лучший матч. матч. Лучший матч, который прошел во время Евро. Вот Джейнгис выиграл, наверное, в лиге, вот, в Кубке лиги. Вот, Кайсара? наверное, тот матч. Жетісі жеңіс екі. Период Евро, был, скорее всего, да? Ну, не знаю. Знаете, это даже не шутка, наверное, это такая правда. А кто Бето был? Да, согласен. Че, готовы? Угу. Какой запрос делает Барминкулов при поиске нового тренера сборной Казахстана? Российские тренеры, свободные агенты. Нет? Российский лысый тренер, я не знаю. Лысый кавказец. Ага. Всё. Как понять, что ты крепко спишь?
Это о наболевшем. По телевизору идет матч с участием сборной Англии. Да, согласен. Тонко. Франции. И у меня следующая шутка, она мне безумно понравилась. Хорошо. Почему Лука Модрич вылетел с Евро раньше? 39 лет хочется к внукам. К внукам. И к детям. ладно. Потому что пообещал приехать в Шымкент. Арман Пирман. Да? Нет, это нет. Это в контексте надо. Я говорю, как будто понял. В контексте надо быть, да. Ладно. Алтынсарин первым открыл казахские школы. А кто первым привел туда ученика? Блин. Это точно с футболом связано? Второй вопрос. Нет. Просто еще раз перечитаю вопрос. Алтынсарин первым открыл казахские школы, а кто первым привел туда ученика? Ответ: Нурсултан Курман. Да, топ. Хорошая. Тут не со всеми, конечно, Мне с нравится, цифрами закрутили хорошо. согласен. Ну ладно. Почему комментаторы любят приглашать Айдына Кожахмета на чай? Потому что можно молчать, наверное. Потому что у него 6% точных инсайдов. Почему Атлетик Мадрид открыл академию в Талгаре, а не в Шымкенте? Блин. Там следующий хороший, да? Потому что в Шымкенте разбивают автобусы. Но это тоже по поводу ситуации. В ту же тему. Как будет называться Атлетику после подписания Токаева? Жаңа Мадрид. Хорошо. Где будет играть Женас, когда построят новый стадион? Паша. Только я убью, если ответ в первой лиге. Нет. В медиалиге. Видели? Там просто Это еще хуже, блин. Почему, это не знаю, почему Дмитрий Тарасов еще не отдал своего полугодовалого сына в футбол? Дмитрий Тарасов, который из «Локомотива»? Видимо, да. Я не помню. Ладно. Он в медиалиге вроде. Явно не казахстанец. Считает, что сначала ему нужно встать на ноги. Почему я Тарасов? Да. Что предложил первым Айдын Кожахмет, когда его назначили директором астынинской команды? Сливать инсайды на Кожахмет инсайд. Да? Нет. Переименовать клуб. То, что с Алматы. В Кайрат? Да и цвета те же самые, видите. Почему призовые за Евро в сборной Португалии не делят на Криштиану Роналду? Потому что он их сам дает им. Все равно ничего не делал. Почти. Потому что на 0 делить нельзя. Да, согласен, да. Что делают люди, когда узнают, что Айдын директор футбольного клуба «Женес»? О наболевшем сегодня. Фейспалм. Нет, дают деньги в долг. Там Нурали засмеялся. Просто. Всё. Следующая такая супер стандартная, но смешная тоже. Как Черчесов объяснил руководству свои планы о попадании сборной Казахстана на чемпионат Европы? На поверхности ответ. Да? Как? Подождем, пока финальную часть будут брать 64 сборные. Согласен, да. Сколько детей у Айдына Кожахмета? Я знаю, но здесь, скорее всего, с подвохом. Да. Из известных мне 3. Да? Тогда тотал 3,5 меньше. Главное, чтоб жена. Что общего у квантовой теории поля и работой Кожахмета в Женисе? Тоже сложно понять, наверное. Да? Многие функции непонятны. Да. Бізде бүгін тағдай айта кетейін, ерекше қонақ Айдын Кожахмет, белгілі инсайдер, журналист, қазір жеңіс
футбол клубының директоры, сізге үлкен рахмет, тағы да кездесеміз деген ойдамын. Есей Жеңісұлы, Дидар Қадыров, Ербол Қайыров. Жеңісұлы деген қандай әдемі естіледі. жеңіске қатысты алғанда ма?